Мәшһүр жүсіп, жеті қабат аспан, ғаршы, күрсі баяны. Бар Құдай салды назар сонда суға. Су қайнап, айналасы толды буға. Буынан сол дарияның көкті жасап, білдірді құдіретін жас пен қуға. Ол судан және тасып көбік шықты. Сол көбіктен 7 қат жерді қыпты. Сол жерді 7 қылып және созып, тау мен тас, ағаш, жеміс қылған шөпті. 2 күн жер, 2 күн көк жаратты. 4 күнде бір-біріне жұп жаратты. 1 сағатта қылуға құдіреті бар. Пендеме ғибрат болсын деп жаратты. Біткені 6 күнде белгілі анық. Бітірген құдіретімен жаббар халик. Ған саяти аямин деген аят. Көрсеткен осылай деп қалам шәриф. Әуелгі көкті қылды зәбіржаттан. Аты дүрқаза оның білсең хаттан. Суреті мысалы бақыр періштелер бос тұрар, білсең әне адамзаттан. Екінші көкті қылды бәрі жақыт. Аты қадым, ол көктің орнына сахид. Үшінші көктің атын мағум қойып, асылын Алла қылған артық. Төртінші көк жаралған ақ күмістен, арықлын осылайша атын дескен. Бесінші жаралған заниқа атты. Нәрсе емес, аз, көп дейтін өлшеп пішкен. Жаралған ақ інжуден 6-шы көк, ат берген оған Алла Рафқа деп. 7-ші көктің аты ғарифадыр, қып-қызыл алтын қылған жиып теріп. Қойыпты 7 көкке 7 есікші, өтірік айтар кісі емес, мен өсікші. Бәрінің атын саған баяндайын, шорт бағақ, нешеу екен, келесепші. Исмағұл, Микаил мен Сағдайыл бар. Қалқайыл, Салсайыл мен Смайыл бар. Рафаил 7-шіде мекен еткен. Бәрінен орны биік Жебрейіл бар. 7-ші көкте ағаш бар, ол мұнтаха, аят бар. Әлиф, ләм, ясин, тәха. Жебрейін сол арада мекен қылған. Астағфирулла Аллах, ля иляха илляллах. 7 көк, 7 қат жер бәрі бітті. Ішінде айтылмаған көбі кетті. Ғаршына, сол көтерген дарияны өзінің құдіретімен бөлек етті. Ол жаратты аспанға ай менен күн, әуел баста екеуін қылыпты тең. Айдан алып Жебрейіл күнге беріп, күнге күндіз жаратты, ал айға түн.